Оу, қыздар, жігіттер, қалайсыздар? Жандарым ау. Нет, комментарий я могу увидеть? Угу. Ары қарай кеттік. Разбор бүгін жасай алмаймыз. Разборды келесі аптада жасаймыз. Хорошо? Ары қарай кеттік. Все, отключаем. Угу. Дальше буду объяснять. Енді қазір дыханиеңізге назар аударыңыз. Міне. Кеудеңізге кірген, және сыртқа қарай шыққан. Осы моментте что вы делаете? Присутствуйте. Осы моментте сіз өзіңіздің үйіңізде отырсыз. Мен өткен жолғы сабақтардың бірінде айтқан болатынмын. Құдай адамға айтады екен: мен сенің үйіңе 1000 рет келдім, бірақ сен үйіңде болған жоқсың деген сөз. Яғни сен өзің ойдың ішіне кіріп кеттің, эмоцияның ішіне кіріп кеттің, өткен шақтың ішіне кіріп кеттің, немесе бір қорқыныштың ішіне кіріп кеттің. А когда сен өзіңнің жаңағы фокусыңды өзіңе ұстап отырған кезде, сен божественный энергиямен, ішіңдегі высший разуммен, яғни өзіңнің ішіңдегі истинный өзіңмен, мәңгі өлмейтін душаңмен ты подключена, қосылып тұрсың. Ешқандай вне программы, бессознательный программаңда емес, матрицаңда емес. Сен когда дыханиеда отырған кезде өзіңнің жаңағы ішіңдегі мәңгі өлмейтін источникпен дейді, яғни Құдаймен байланыста отырсың. Сондықтан үнемі осы пустой бамбукқа, үнемі дыханияға айналып присутствуйте. Осы шаққа өздеріңізді шақырып отырыңыздар. Енді сіздерге үйренетін дүние, тағы бір нәрсені айта кеткім келеді. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін мен өзімнің бүкіл өмірімді жасап отырған ішкі әлемім екенін білдім. Өйткені ақшам жоқ, себебі ішкі әлемімде кедейшілік тұр. Мен ешкім сыйламайды ішкі әлемде, потому что өзімді өзім сыйламаймын. Мен ешкім құрметтемейді, өйткені өзімді өзім құрметтемеймін. Энергия жоқ, өйткені энергияның барлығы страданияға, стресске, біреуді жек көруге, өмірден баз кешуге, өкпелеуге жұмсап жатырмын. Яғни өзімнің ішкі программамды көре бастадым. Через дыханияға оралған сайын өзімнің қызғаншақ екенімді, эгоист екенімді, өкпешіл екенімді, ашуланшақ екенімді, осының бәрін теневая сторонаның барлығын көрдім. Яғни сіз дыханияға назар аударған кезіңізде, сіз как будто сіздің ішкі әлеміңізде свет, жарық жанғандай, сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізді толық көре бастайсыз. Оның барлығымен өткен жолы өзіңді сүй деген сабақта мен түсіндірген болатынмын. Осының барлығымен өзің жақсы көресің. Өйткені саған берілген осы. Оппана дейсің, сен өзіңнің ішкі әлеміңді көре бастайсың. Мәссаған, менің ішімде мына дүниелер бар екен, менің ішімде қызғаныш бар екен, өкініш бар екен, оказывается деп сен ішкі әлеміңді көресің, бірақ осымен қатар өзіңді жақсы көре бастайсың. Қайтадан дыханиеңізді өзіңізге аударыңыз, фокусыңызды қайтарыңыз. Қазір мен сіздерге тапсырма берем. Қолыңызға ручка алыңыз, немесе өзіңіздің алақаныңыздағы суретке просто өзіңіздің фокусыңызды бұрып қарай бастаңыз. Алақаныңызға қараңыз. Үнсіз назарыңызды тек қана алақанға ғана жібересіз. И қанша уақыттың ішінде сізге ой келетінін аңғара бастайсыз. Көп жағдайда ой жылдам келеді. Ой келсе ұрыспаймыз, қайтадан алақанға қараймыз. Яғни, что мы делаем? Мы тренируемся фокус. Әлемді ең бірінші орында, жамботалар, бүкіл әлемдегі ең мықты әлем чемпиондары болсын, әлемдегі ең мықты ойшылдар болсын, генийлар болсын, олардың барлығы өзінің фокусын, энергиясын басқара алатын адам. Өйткені сенің фокусың қайда кетіп жатыр, сол жаққа қарай сенің энергияң кетіп жатыр. Білесің бе? Сенің энергияң кеткен жақтың барлығы ақиқатқа айналуда. Яғни бүкіл әлемдегі гениальный адамдар өздерінің фокусын тек өзінде ұстап тұрады. Олар фокусын ойбай пәленше Қадиша мен туралы бір нәрсе айтып қойыпты, ана жаққа қарай, анау ренжу деген нәрселерге бермейді. Өзінің фокусын өзінде ұстап отырады да, осыны өзінің болашағына, өзінің өміріне, бала шағасына, жұмысына бөліп бере бастайды. Сондықтан қазір алақанға назар аударамыз да 5 минут қарай бастаймыз. Міне, үнсіздікпен фокусыңызды тек қана алақанға бұрыңыз. Дышим. Дышим. Всегда дышим.
назарыңыз тек қана алақаныңызда. Басыңызда тишина. Біздің бастың тишинасына жетуіміз керек қой, жамботалар. Жүрекке, денеге өтуіміз керек. Басыңызда тишина, назарыңыз алақаныңызда. Басыңызда тишина, назарыңыз алақаныңызда. Енді қарасаңыздар, осы уақыттың ішінде сіздер как только назарыңызды алақанға бұра бастадыңыздар, сол кезде сіз өзіңіздің басыңызға ойларды көре бастайсыздар. Міне осы моментте, когда сіз өзіңіздің фокусыңызды өзіңіздің ішкі әлеміңізге қойған кезде ғана сіз басыңызға келетін ойларды көре бастадыңыздар. Өте көп ойлар үздіксіз келетінін байқадыңыздар. Дыңқ еткен ойларды четко көре бастадыңыздар. Енді мен сіздерге осы практиканы кәдімгідей өмірлеріңізге енгізуге кеңес беремін. Алақаныңызды отыра қалыңыз да, фокусыңызды тренируйте кәдімгідей. Осы жаққа шақырып отырыңыз. Үнемі өзіңіздің фокусыңызды қайтарып отырыңыз. Өйткені сіздің фокусыңыз өзіңізде болатын болса, энергияңыз өзіңізде болатын болса, сіз чистыйда болатын болса, одан кейін сіз қалай өміріңізге спокойно, байлықты, изобилияны, қуанышты шақыруды мен сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Енді біздің ең үлкен кемшілігіміз, біздің үнемі бейсаналы, бессознательный программаға түсіп кете беретін кесірінен, все время программаның ішіне түсіп кете беретін кесірінен, біз неправильно дышим, яғни дұрыс дем алмаймыз. Өйткені деміміз біздің жоғарғы жақта. Адам өзі жаңағы только программасының ішінде өмір сүрген кезде адамның дыханиясы төмен қарай өтпейді. Яғни адам тек қана поверхностна өмір сүреді, тереңге қарай өте алмайды. Өзінің ішкі тереңдігіне өте алмайды. Мен сіздерге осы сабақтың барысында, жалпы өзімнің ілімдерім арқылы, ішкі кеңістікке внимание арқылы, кеңістікке өту арқылы тереңдеуді үйретудемін. Яғни өзіңіздің ішкі әлеміңізді тереңдету үстіндесіз, ұлғайту үстіндесіз, ішкі әлемді кеңейту үстіндесіз. Егер сіздің ішіңізде, представьте, сіздің ішіңізде, қазақ айтады, қуыс кеуде дейді. Сіздің ішіңізде мынандай ғана кеңістік болатын болса, онда сіз байлықты да, қуанышты да сыйдыра алмайсыз. Өйткені сіздің ішкі сосудыңыз кішкентай. Біз өзімізге тереңдеген сайын, дыханияға назар аударған сайын, біздің ішкі әлеміміз кеңеюде. Сіздің ішкі әлеміңіз, кеңістігіңіз қаншалықты кең, сіздің сыртқы кеңістігіңізде де алатыныңыз соншалықты болып табылады. Ол екеуі бір-бірімен кәдімгідей тепе-тең. Егер сіздің ішкі әлеміңіз қуыс кеуде болып тұратын болса, онда сіз тек қана өзіңіздің программаңыздың ішінде тұрсаңыз, онда сіз соның аясында ғана аласыз. Сондықтан назарыңызды өзіңіздің ішкі әлеміңізге аударған кезде, қайтадан аударам, айтам сіздерге, назарыңызды өзіңіздің ішкі дыханияңызға аударған кезде, сіз өзіңіздің ішкі кеңістігіңізді ұлғайту үстіндесіздер, иә? Сондай моменттерде кәдімгідей үнемі сіз өзіңіздің жаңа дыханиеды дышите деймін ғой, дем алыңыз, кәдімгідей все время қандай жағдай болса да деміңізді алып тұрғаныңызды байқаңыз. Осы кезде сіз үлкен осознанностьқа жете бастайсыз. Яғни осознанность деген саналы ғұмыр кешу. Сіз осознанно ояу отырасыз. Сізді бессознательно программаның алып кетуі мүмкін емес. Все время сіз өзіңіздің дыханияңызда отырған кезде сіз үнемі осознанно өмір сүресіз. Енді қараңыздар, кей кездерде сіздер байқасаңыздар, мы не дышим. Замираем, как будто бір
қорқыныш болған кезде, бір мысалға жаңағы бір уайымға кіріп кеткен кезде, бір программаның ішіне кіріп кеткен кезде біз өзіміздің вообще дышать етпей қалғанымызды байқамай қаламыз. Сондықтан не істейді? Йогада болсын, духовный ілімде болсын, все время дышите, яғни кеудеңізге ауаны кіргізіп шығарып, яғни все время дышать еткен кезде сіз ішкі пространствода, кеңістікте через дыхание арқылы фокусыңызбен тұрсыз сіз. Все время. Яғни сіздің дыханиеде тұрған кезде ішкі кеңістікте болып жатқан нәрсенің барлығы проживать етіп қорытылып кетуде. Сіз ешқайсынан қорықпайсыз. Яғни осы нәрсені терең ұғып алсаңыздар екен деймін. Енді қазір сіздерге ұғатын дүние, біздің өмірімізде әртүрлі оқиғалар болады. Біреудің өмірінде мысалға ақшасыздық болады, біреудің өмірінде қазір баласы ауырып жатуы мүмкін, дәл қазір біздің өмірімізде күйеуіміз тастап кетуі мүмкін, біздің өмірімізде тағы бір оқиғалар мүмкін. Әртүрлі адамның өмірінде әртүрлі оқиғалар бола бастайды. Адам болғаннан кейін адамның өмірінде оқиғаларсыз өмір өтпейді. Әркімнің мысалға біреуге біреу жаман сөз айтып қалуы мүмкін, біреу жұмыстан шығуы мүмкін, біреу қазір қарызға кіруі мүмкін, біреу қазір мысалға өзінің кредитін төлей алмауы мүмкін. Енді осы оқиғаларға деген біздің восприятиеміз, бағаларымыз бар. Яғни осы оқиғаларға біз өзіміздің ішкі әлемімізде баға береміз. Мынау жаман, мынау жақсы, мынау жаман деп. И біз негізінен осы ішкі бағаның кесірінен страдать ете бастаймыз. Яғни осы ішкі бағаның кесірінен біз не істейміз? Қайғырамыз. Шын мәнінде қайғыруға шешімді біз өзіміз іштей аламыз. Өмірде боль, яғни боль деген сөз, орысша маған боль деген мағынаны айту өте ыңғайлы. Боль деген мысалға, например, менің қазір қолымды кесіп алдым. Маған қолым жаңағы оған байланысты қанап тұр дейік. Енді міне больно, қолым кесілген кезде. Оған байланысты қайғыру, қайғырмауды мен іштей не істеймін? Өзім шешім қабылдаймын. Боль неизбежна, яғни больсіз өмір жоқ, бірақ сол больға байланысты қайғыру, қайғырмау деген шешімді өзіміз қабылдаймыз. Біздің оған байланысты ішкі бағалауымыз, восприятиеміз бар. Мынау жаман, мынау жақсы. Например, жұмыстан шығып қалдым, ол жаман. Енді не істеймін мен? Значит, қайғыру керек. Яғни осы нәрсеге мен оценка бердім, баға бердім. Все, мына жұмыстан шығып қалдым, ол жаман, яғни мен қайғыруым керек. Мен жігітім тастап кетті, ол жаман. Не істеймін? Енді мен қайғыруым керек. Мен, кредит жаба алмай тұрмын, ол жаман. Значит, мен не істеуім керек? Қайғыруым керек. Қарап отырсаңыздар, адамдардың өміріндегі қайғырулардың барлығы, сіз егер артыма қарасам, мен жаман жүрегім ауырады, неше түрлі қайғырудан өткем. На самом деле олар қайғыруға тұрарлық оқиғалар болмаған. Ол қайғырулардың барлығына, осы жерде бір анық ұқсаңыздар екен, ол қайғырулардың барлығына мен сол моменттерде қайғыруым керек деген шешімді өзім қабылдағам. Өмірде мына оқиғаларға қайғыру керек деген сіздерге өмірге келген кезде, бөпе кезіңізде, міне, сенің қолыңа список, теперь осыларға қайғырасың деген списокты ешкім бермеген. Біз ол өзіміз, мына мысалға менің үстімде бренд киім жоқ, значит мен істеуім керек? Қайғыруым керек. Менің машинам жоқ, значит мен істеуім керек? Қайғыруым керек. Менің үйім жоқ, значит мен істеуім керек? Қайғыруым керек деген шешімнің барлығын біз өзіміз іштей келісімге келіп шығарамыз. Өзіміздің миымызбен сондай түсінікке келеміз. На самом деле әлемде қайғы деген дүниелер жоқ болып табылады. Біз өзіміздің восприятиеміз арқылы, даже адамның өмірден өткені де, мен енді ондай түсінікке жете қойған жоқпын, шын айтайын. Адамның өмірден өткені де қайғыру емес дейді. Енді оны жоғарғы гурулар жеткен шығар ондай түсінікке. Ал көп мен неден қайғырамын деген сұрақты өзіңізге қойсаңыз, ақша жоғалтқаннан, кредиттен, қарыздан, киім алмағаннан, бренд алмағаннан, күйеуге шықпағаннан, яғни осы нәрселерге қаншалықты менің қайғырғаным дұрыс. И қаншалықты енді қайғыру, қайғырмауды мен өзім таңдаймын.
Ол сол оқиғалардың барлығы енді мені қайғыртпайды деген кезде сіз өзіңіздің энергияңызды өзіңізге қайтара алдыңыз. Мен айтқан дүниені сіздер толық ұқтыңыздар ма деп ойлаймын. Қайтадан сұрақ қоямын. Біздің өмірімізде, яғни қайғыру, қайғырмауға шешімді өзіміз қабылдаймыз. Мысалға, біреу үшін кредит жаба алмау ешқандай қайғырмайтын дүние болып табылуы мүмкін. Келесі адам үшін ол кәдімгідей қайғы болып табылуы мүмкін. Жоғарғы жақта мысалға өте байлар көп, который ай сайын пәленбай миллиардтаған кредит жабатын, бірақ ол оған қайғыруды өзіне шешім ретінде қабылдамайды. Ал біз төменгі жақта өмір сүретін көптеген адамдар, яғни болмайтын дүниелердің барлығына қайғыру керек деген шешімді қабылдаймыз да, основной әлемнің 80% осы жаңағы шешіммен өмір сүруде. Настолько все просто. Да, Гүлмира, на самом деле все просто. Это вообще капец. Қыздар 16 желтоқсан күні, қыздар жігіттер Алматы қаласында кездесу болады, сол жерде келіңіздер. Мен көп нәрсені түсіндіремін. Жаба тұрайық. Можно закрыть, Чингис? Да, отвлекает. Сондықтан сіздер мысалға өміріңізде қайғыру керек деп шешім қабылдаған дүниелер өзге адамның өмірінде мүлдем қайғыртпайтын жағдайлар болуы мүмкін. Яғни на самом деле сіздің өміріңізде, егер сіз қазір қайғырып жүрген болатын болсаңыз, онда іштей келісімді, прям толық ұғыңыздаршы, мен айтып отырған ойымның тонкий дүниесін, іштей келісімді өзіңіз бердіңіз деген сөз. Іштей. Бұл дүниеге сіз өзіңіз жаман және жақсы деген бағаны бердіңіз. Шын мәнінде мен өзімнің сабақтарымда түсіндірген болатынмын, жанботалар, өмірде жаман және жақсы деген дүние жоқ болып табылады. Біз өзіміздің миымыз арқылы мынау жаман, мынау жақсы деп бағалаймыз. Көп жағдайда именно біздің жаман деп бағалаған дүниелеріміз, жаман деп бағалаған кезеңдеріміздің бізге бергені көбірек болды, чем жақсы кезеңдерден. Мысалға қараңызшы, сіз қазір балаңызға жақсана болу үшін оның аузына тамақ тыға берсеңіз, айтқанын бәрін жасай берсеңіз, ол наоборот сіз балаңызға керісінше дұрыс емес ықпал қалдыруыңыз мүмкін. Сол сияқты наоборот сіздің өміріңізде қиналған сәттеріңізде сіз көбірек ысылдыңыз, өмір ұрған сәттерде сіз көбірек түсінікке келдіңіз, өміріңізде қиындықтар арқылы сіз пістіңіз, яғни сіздің жаман деген кезеңдеріңіз керісінше сізге бергені көбірек болып табылады. Сондықтан қайғыру деген дүниені сіз өзіңіздің бүгінгі осы сабақтың барысында программаңыздан алып тастасаңыз. Яғни өмір болғаннан кейін әртүрлі боль, потеря, проблема болады. Это неизбежно. Өмірде жаңбыр жауады, дауыл болады, қар жауады деген сияқты өмірде әртүрлі дүниелер болады, проблема болады менің өмірімде, рас. Бұл ересек адамның, взрослыйдың позициясы. Кішкентай бала білмейді басқа жолды, ол тек қана қайғыруды таңдайды. Ересек адам сенің өзіңнің дыханияңа назар аудар. Қазір қайтадан жанбота, фокусың кетіп қалмасын, фокусыңды өзіңе қайтар. Сөйт та, қазір мені ары қарай тыңда. Енді өмірде проблема болады. Біз адамдарды жоғалтамыз, ол өмір. Адамдар өмірден өтеді, біз ештеңе істей алмаймыз. Бұл өмір, және өмірде болғаннан кейін әртүрлі ситуация болады, бұл өмір. Но қайғыру, қайғырмауды мен таңдаймын. Боль неизбежна, но страдать, не страдать выбираю я. Түсініңіздер ғой, енді оған қайғыру, қайғырмауды мен таңдаймын. Көп жағдайда біздің өмірімізде, мысалға мен қазір 45 жаста болатын болсам, соның 25 жылы точно қайғырумен кетті, но ол оқиғалардың көпшілігі қайғыруға тұрарлық емес еді.